Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар, құрметті өнер сүйер қауым. Халықаралық республикалық сайыстардың лауреаты, домбырашы ұстаз Болат Долдашевтың «Дәстүр ізімен» атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жыл толуына арналған концерттік бағдарламасына қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Болат Махамбетұлы жетекшілік ететін домбырашылар ансамблі. Тыңдағандарыңыз Құрманғазының күйі «Балбырауын». Болат Махамбетұлы Долдашевтың қысқаша өмір жолымен таныс болыңыздар. Долдашев Болат Махамбетұлы 1989 жылы Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келген. 1995 жылы Балқұдық орта мектебінің табалдырығын аттады. Осы кезден бастап Болаттың бойындағы музыкалық қабілетін байқаған әкесі, айтулы күйші, республикалық Құрманғазы атындағы конкурсының лауреаты Болатты музыка мектебіне оқытуға шешім қабылдап, тәрбиелей бастайды. Болат Махамбетұлы орта мектепте оқи жүріп, Дәшін балалар музыка мектебінде домбыра классында оқып, көптеген облыстық сайыстардың жүлдегері болды. 2006 жылы орта мектепті және балалар музыка мектебін аяқтап, Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясы, Атырау музыка колледжіне Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Клара Зиноллақызы Жолдасованың классына қабылданады. Колледжде оқып жүрген кездерінде көптеген беделді сайыстарда, республикалық конкурстарда өнер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. 2007 жылы Ақтау қаласындағы 2-ші республикалық Айшуағұл атындағы конкурста 3-ші орын. 2008 жылғы 3-ші республикалық Мұрат Өскінбаев атындағы домбырашылар сайысында 3-ші орын. 2009 жылғы республикалық Сержан Шәкіратов атындағы орындаушылар сайысында 3-ші орын. Сол жылы республикалық Азидолла Есқалиев атындағы алтын домбыра сайысында 3-ші орынға ие болды. Республикалық Music Forum Қазақстан Олимпиадасында 1-ші орын. 2010 жылы республикалық колледж аралық жас орындаушылар сайысында 2-ші орынға ие болды. Қол соғып отырайық, қадірменді көрермендер. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен Долдашев Болат Махамбетұлын сахна төріне шақырамыз. Күйлер нұр шұғыласы даламның, бар құдіретін берер сайрап бабамның. Бабалардың ақ арманын ағытқан саусағыңнан айналайын балаңның. Болат Махамбетұлының орындауында Құрманғазының күйі Төремұрат. Қабыл алыңыздар.
белдейді бебеулейді, кейде серпіп, кейде әлсіз үзеурейді. Біресе кең далаға дауыл соғып, біресе жел бәсеңдеп төмендейді. Келесі тыңдайтындарыңыз Динаның күйі «Бұлбұл». Қол соғуымыз жетіспей жатқан сияқты қаттырақ соғайық өнер иесіне, құрметті ағайындар. Атырау өлке тағдырдан сағысынбаған, өнердің талай нар кескендерін шыңдаған, Құрекең Дина Ерғали күйі шертілсе, кәрісі жасы демдерін алмай тыңдаған. Халық күйі Ақсақ Құлан, орындайтын домбырашылар ансамблі, жеке орындауда Болат Махамбетұлы. Қабыл алыңыздар.
Көңілдің күйлер десек алданышы, тамсанған тамашаның таңғалысы. Қалар еді қараңғы боп одан бізге, күйлердің жалын дотпен жанған іші. Нұрғиса Тілендиев, Аққу, орындайтындар Болат Долдашев, Жетіген аспабында республикалық конкурстардың лауреаты Айгерім Караменова.
келесі тыңдайтындарыңыз Сейтектің күйі Торат. Қағылды бір күй кейде дабылдай боп, бұрқырап кетті түтеп дауылдай боп, әлде күш, әлде дауыл әлдат шапқан, әйтеуір қырдан көшкен сағымдай боп. Ансамбльдің орындауында күйлер топтамасы. Қабыл алыңыздар.
күшті, тауды тасты бұзатұғын, орнына өз өрнегін сызатұғын, талқандап тас кереңді күй ұятып, дүкені дүниенің қызатұғын. Келесі тыңдайтындарыңыз Махамбеттің күйі «Жұмыр қылыш». Бәрекелді. Болат Махамбетұлы. Біздің ел ақ жайықтың жағасында, ну орман, өзен көлдің арасында, жаныңа керегіңнің бәрі осында, осыдан құтты мекен табасың ба? Жайқалған табиғаттың сән осында, бұлбұл мен сандуғаштың ән осында. Өнердің бал қосылды қаймағына, бабамның сазы қандай бай мағына. Ол барды Европаның ұлы Моцарт, Шуберт пен Шопен туған аймағына. Көңілің шалқып тасып бір тоқтады, қазақтың шаттығына ортақ бәрі. Даналар бағалаған әуендерді сөйлетті бабамыздың ұрпақтары. Сахнада үш ішекті аспаптар ансамблі. Жетекшісі Артур Хазиев, Дмитриев, Старая Карусел. Қабыл алыңыздар.
Осы орындауда Аберту Тико Тико. Қадірменді көрермендер, мен тағы да Болат Махамбетұлының өмір жолына тоқтала кетейін. Болат Махамбетұлы 2010 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында талантты жас маман, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері Арман Жүдебаевтың класына оқуға түсті. Осы ұстазында мамандықпен қатар дирижерлау пәнін қосымша сабақ алды. Консерватория қабырғасында жүріп, шеберлігін шыңдап, беделді конкурстарға қатысып бақ сынады. Еңбегі жанып, 2011 жылы Дина Нұрпейісов атындағы республикалық конкурста лауреат. Сол жылы халықаралық шабыт фестивалінде бірінші орынға ие болды. 2012 жылы республикалық Рысбай Ғабдиев атындағы орындаушылар конкурсында екінші орынды иеленсе, 2014 жылы Құрманғазы Сағырбайұлы атындағы 10-шы республикалық конкурста бас жүлдеге ие болды. Болат Махамбетұлы алғашқы еңбек жолын Атырауда облыстық филармонияның Нарын оркестрінде және мұрагер ансамблінде бастады. Консерваторияда оқып жүрген жылдарында Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар оркестрінде, Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінде жалғастырып тәжірибе жинады. Биылғы 2015-2016 оқу жылынан бастап туған топыраққа оралды. Дина Нұрпейісов атындағы Халықтық музыка академиясы Атырау музыка колледжінде ұстаздық қызметке келді ағайындар. Ендеше сахнада колледж студенттерінен құралған кіші халық аспаптар оркестрі. Оркестрдің орындауында алғашқы тыңдайтындарыңыз Түркеш көңіл ашар. Дирижері Долдашев Болат Махамбетұлы.
Келесі тыңдайтындарыңыз Ахмет Жұбанов, Қазақ маршы. Нұрғиса Тілендиев, мұрагер.
Келесі тыңдайтындарыңыз ықыластың күйі жез киік. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар, ақылдының сөзіндей ойлы күйлі, тыңдағанда көңілдің өсері бар. Ақын Жұмабай Төлегеновтың сөзіне жазылған колледж ұстазы Нәсіпқали Төлегеновтың әні «Тәуелсіз елім егемен». Орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Нұрсұлтанов Дияр. Қазақпын мен кең дала сүйген құлындай, заманда зұлмат қалмаған түгел қырылмай, азаттық үшін тартқанмын тура бұрылмай, өзімді қорғап өзгеге жүрдім орынбай. Азаттық үшін тартқанмын тура бұрылмай, өзімді қорғап өзгеге жүрдім орынбай. Қазақпын мен көтерген асқақ үнімді, толғамды ұлы тарихтың өзі оғында, кең даласында екпені мәркез төбірлі, жұлдызым жанған
теңізбен келген Мен даласында екпінім әркез өмірді Жұлдызым жанған теңізбен келген Қазақпын мен, тәуелсіз елмін егемен Осының өзі құдіретеден егеген Ел таңға кетті, ғарышқа самғар кемемен Жасай бермәңді, тәуелсіз қазақ егемен Ел таңға кетті, ғарышқа самғар кемемен Жасай бермәңді, тәуелсіз қазақ егемен Ел таңға кетті, ғарышқа самғар кемемен Жасай бермәңді, тәуелсіз қазақ егемен Қашанда сырлы қайың жел телеген, өзінің шулайды ғой еркіменен. Мен кешкен күндеріме риза емеспін, кеудемді қаршыға күй желпімеген. Қаршыға Ахмедияров, Нұрғиса.
күйге толған, жырға толған маңайы, сұлу сазбен тербетілген жан сарайы, аспанында Құрманғазы бабамның алатауы, қызыл қайың адайы. Құрманғазының күйі адай. Домбыра қайда барсам тастамаймын, әнменен сенсіз өлең бастамаймын. Екі шек, 11 перне, бір тиекпен сайрасам, қызыл тілмен аспандаймын. Сахнада дәстүрлі әншілер. Республикалық конкурстардың лауреаттары Болатбек Құбашев, Дариға Шыңғалиева, Нұрдаулет Ахмедияр, Бексана Оңдағанова. Қалды қамшымы қабағында, бояудың бар белгісі ой сабағында. Еркемді өзім барсам ой таныр едім, ақшылгек шарқылдаған тамағын анайы оя ой тамағынан ой тамағынан Менген атым астымда бұқпа қараң ағау, ақ бетіңе шаң тисе, ыққа қараң қайда еңкер жан. Деңгейінен аулыңнан ән салайын ағау, танымасаң даусымдай, шықта қараң қайда еңкер жан. Кете келіп елден бос уағдалыда айтқан сөз, айрылысар күн тудай, қош есен болғайдай, ақ кербез ағау, ақ кербез. Менің атым сұрасаң, қанжарбаймын ой, балға кедей болсам да, әнге баймын беу, бағилай, ой пырмай қалимай. Анау мынау деп қыздар, кемітпеңдер ой, жүзім қара болған мен, қыз таңдаймын беу, бағилай, ой пырмай қалимай. Беу, бағилай, ой пырмай қалимай. Ойлы қайда, шем қайда, сағыз қайда, өттірі қалмаш жүрегім, жанға пайдай ақирқау аман болсын. Шыбыным ойналып
ойын алып келе шашбаулым сырғалым. Айналайын қарақ асығайын кезімді өзіне асығайын айша. Расыңмен көңіліңді алып берсең маған, балағаздай жеп беріп асығайын ағайша. Мінген атым қорала жалтырады құяндай, батылдықтың белгісі болса көрмей. Аяңда сәулем, аяңда шоу аяңда. Мінген атын қорала жалтырады құяндай, батылдықтың белгісі болса да көрмей қояндай. Аяңда сәулем, аяңда шоу аяңда. Келесі тыңдайтындарыңыз Йоган Штраус, Радецкий марш, орындайтын оркестр. Келесі тыңдайтындарыңыз орыс халық әндерінен топтама.
Қаршыға Ахмедияров, Қос Басар. Келесі тыңдайтындарыңыз Бауыржан Көбенғалиев мерекелік увертюра.
Күй тартсын көңірентіп құрманғазы, соңқылдап әуелесін қырдың қазы, тілі бар сайрап тұрған домбыраның, сөйлейді көп уақиға күйдің сазы. Күй тартыс. Орындайтындар республикалық конкурстардың лауреаттары Аманжол Елешев, Нәжікенов Нұрлыбек, Ақбөкен Темір, Долдашев Болат. Қабыл алыңыздар.
Осымен халықаралық, республикалық конкурстардың лауреаты Долдаш Болат Махамбетұлының «Дәстүр ізімен» атты концерттік бағдарламасы аяқтала келді. Бүгінгі концерттік бағдарламаға қоюға қолдау білдірген колледж әкімшілігіне, осы Құрманғазы атындағы Мәдениет сарайының әкімшілігі мен қызметкерлеріне үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Алға қарайда бірлескен шығармашылық жұмысымыз жалғаса береді деп сенеміз. Сөз кезегі Атырау облысы Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясының директоры Гүлнар Манапқызына беріледі. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер көрермен, құрметті өнер қолдаушылары, құрметті ата-ана болар, құрметті өнер жанашырлары, баршаңызды біздің Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясы, Атырау музыка колледжінің жас ұстазы, осы оқу орнының түлегі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, қазіргі таңда біздің оқу орнымызда өзімізбен бірге әріптес болып, сентябрь айында оқытушылық қызметін бастаған халықаралық республикалық сайыстардың лауреаты Болат Махамбетұлы Долдашевтың концертіне тағы да қош келдіңіздер. Енді мен өзім кешірім өтінем, біздің оқу орнымызда мемлекеттік имтиханның болуына байланысты кешігіп келіп жатырмын, бірақ осы аяқ жаққа бітерге жақын келіп, мен өзім қатты риза болып отырмын. Осы Болат Махамбетұлының шығармашылығына, істеген еңбегіне, бүгінгі біздің кіші оркестріміз, яғни айтқанда 1-2 курс студенттерінің оркестрінің бүгінгі орындап атқан шығармалары, оны нақышына келдіріп, динамикасы, барлық жан-жақты етіп бүгін сіздерге ұсынып отқан бағдарламаға тағы да Болат Махамбетұлына ризашылығымды білдіргім келеді. Кішкене уақыттың ішінде домбырашы бола тұрса да, осы оркестрді қолына алып, кіші оркестрін бүгінгі дәрежеде, биік дәрежеде деуге болады, сіздерге бағдарламасын ұсынып, мен ойлаймын, сіздердің де көңілдеріңізден шықты деп. Сондықтан Болат Махамбетұлына көп рахмет айта отырып, сіздің еңбегіңізге шығармашылық табыс тілеймін, деніңізге саулық тілеймін. Мына алғашқы осы оқу орнында оқытушы ретінде бастаған қадамыңызға гүл бітсін деймін. Әлде де алдыңыздан талай шәкірттер, өзіңізден осып кеткен шәкірттер алдыңыздан өтсін деймін. Біздің оркестрдің негізгі бастаған Ержан Ұрзашұлы Китаровтың жолын қуып, бүгін сіз жүрексінбей, аз ғана уақыттың ішінде бағдарлама шығарып, бүгін халыққа ұсынып отырсыз. Мен ойлаймын, бұл үлкен ерлік деп. Өйткені 8 айдың ішінде 8 ай нақты жұмыс жасап, сахнаға төріне оркестрмен шығу оңай нәрсе емес дей тұрғанмен, сіз соған ерлік танытып отырсыз бүгін. Мен қуаныштымын, және де сізге үлкен творчестволық табыс тілеймін. Ал бүгінгі сіздің шығармашылығыңызда шашбауыңызды көтеріп жатқан Аманжол Елешев сияқты, кешіріңіз, мен былай тұрып қойыппын, Аманжол Елешев сияқты, енді мына Әміржан кезінде өзімізде бітірген біздің түлегіміз қолдау көрсетіп жатыр екен. Сондықтан сіздерге де мың рахмет. Және де осы Құрманғазы атындағы Мәдениет сарайының басшылығына мен өз атымнан ризашылығымды білдіргім келеді. Қашанда біздің өнерлі жастарымызға қолдау көрсеткен үшін рахмет. Өнерлі жастарымыз көп бола берсін, оркестрге көп рахмет. Баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін. Көрерменге қолдап келгендерің үшін көп рахмет. Осымен шарамыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Кеш көңілде жүрсін ағайын.